Баршаңызға сәлем достар. Бүгін птичье молоко, яғни құстың сүті тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен 7 жұмыртқаның сары уызын ажыратып аламыз ақ уыздан. Яғни жылток керек болады. Бізге 7 жылтокты белоктан ажыратып аламыз. Ақ уызын тоңазытқышқа сала тұрамыз. Жарты стақан секерді және 1 шай қасық ванильді секерді 7 жұмыртқамыздың сары уызына салып, әппақ болғанша миксермен араластырам. 100 грамм бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сармайымызды салып, тағыда миксермен араластырамыз. 1 стақан ұнға 1 шай қасық разрыхительді, яғни қамыр қопсытқышты қосып араластырамыз. Миксерді тоқтатып, салмамызға ұнды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Астын үстіне қарата. Жиырма 4 диаметрлі формадан 20 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себептен өздеріңіздің пештеріңізге қарата ориентировка жасайсыздар. Піскен-піспегенін деревянный шпажка арқылы тексереміз. Егер ол сухой болып шығатын болса, онда пісті деген сөз. Бірақ қайта-қайта духовканы аша беруге болмайды. Піскен коржымызды әбден суытып, осылай 2 бөлікке бөліп қоямыз. Суға желатинді салып, бұқтырып қоямыз. Жұп-жұмсақ бөлме температурасына сармайымызды миксермен ағарғанша соғамыз. Оған жаймендеп сгущенкамызды араластырамыз. Ісінген желатинді кішкентай кастрюльге салып, үстіне секерімізді саламыз. 60 градусқа дейін ысытамыз. Тоңазытқыштағы 7 белокты, яғни ақ уызды алып, миксердің ең жылдамдығымен қатты араластырамыз. Белогымыз осындай әппақ болған кезде 4-тен 1 шай қасық лимонный кислота, жарты шай қасық ванильный сахар және 125 грамм секерімізді біртіндеп салып, миксермен тағыда араластырамыз. Оған бөлме температурасына дейін суытылған желатинімізді қосып тағыда араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығына қойып, сармай мен сгущенка араласқан кремімізді біртіндеп ақ уызымызға салып миксерлейміз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинақтауға кірісеміз. Ол үшін формамыздың астына бірінші коржды саламыз, кремнің жартысын құямыз, бетін тегістеп, үстіне екінші коржымызды саламыз, креміміздің қалған бөлігін құйып шығамыз. Бетін әбден тегістеп, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді шоколадты глазурымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін 30 грамм қантымызға кілегейімізді құйып, отта қантымыз әбден ерігенше, кілегей ысығанша араластыратын боламыз. Бөлек ыдысқа шоколадты осылай уатып алып, үстіне ыстық
кілегейімізді құйып әбден араластырамыз. Шоколад ерігенше араластырып, үстіне бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Осындай жылтыр шоколадты глазурь шығуы қажет. Тортымызды мұқият формасынан шығарып аламыз. Үстіне суыған глазурімізді құйып шығамыз. Қалауымша әрлеуге болады. Мен осындай құлпынаймен әрлеп шықтым. Торттың дәмі тіл үйіреді, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.